Сәлем қыздар, қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге ресторандағыдай дәмді болып шығатын хачапури дайындаймыз. Дәл осы рецептпен 4 хачапури шығады, дәмі керемет болады. Айранға бір дана жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды саламыз, сұйық майымызды саламыз. Араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Бір келкі масса болғанша, яғни қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды тұндырып алып қойсақ болады, немесе сразу дайындай берсек болады. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Дәл осы рецептпен 4 хачапури жасаймыз. Әр қамырымызды бөлек-бөлек дөңгелек етіп қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Сырымызды теркіден өткіземіз. Менде сыр суы көне, өздеріңізге ұнаған кез келген сырды қолдануға да болады. Бір дана жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған араласқан массаны 4 бөлікке бөлеміз. Және одан шарик жасап аламыз. Белгілі бір себептерге байланысты көптен бері ютубқа ешқандай әлеуметтік желіге шықпай кеттім. Алдағы уақытта онымен бөлісе жатармын. Бір шаригімізді алып, бір бөлік қамырымызды осылай қолмен жайып аламыз. Ортасына начинкамызды салып, жан-жағын біріктіреміз. Және де оқтаудың көмегімен жұқалап сковородкамыздың размерімен бірдей жайып аламыз. Қызып тұрған сковородкамызға баяу оттап пісіреміз. Қыздар, міндетті түрде баяу оттап пісіріңіздер. Бір жағын жақсылап пісіріп аласыздар, беті кәдімгідей пісіп тұрғаны көрінеді. Одан кейін екінші жағына аударып пісіресіздер. Екінші жағынан 5-10 минутқа пісіресіздер. Мысалы, мен плитамның 9-ға дейін қызады, ал мен тек 5-ге ғана қойып, яғни жартысына ғана қойып, баяу оттап пісірдім. Осындай әдемі, дәмді, дәмі ресторанский болып шығатын хачапуриларымыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Арнаға жазылып, мені қолдап, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода қандай рецепт күтесіз, жаза кетіңіз. Міндетті түрде түсіреміз.